Сәлеметсіздер ме әріптестер, каналыма қош келдіңіздер. Тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге торсия әдісін жасауды көрсетемін. Гуглға кіресіздер немесе Яндекске кіресіздер. Торсия мейкер деп жазасыздар, дәл осылай. Сосын найтиді басқан кезде ең алғаш шығып тұрады. Осыған кіресіздер. Кіргеннен кейін міне жоғары жағында бізде түрлі фигуралары бар. Міне үшбұрыш, осындай, тағы үлкен үшбұрыш, ұзақ, көп, және мынандай түрі бар. Енді бізге кішкене азырағын алайық, төмен жағын түсіндіріп өтейін. Мынау бір деп тұрғанның таблицаның астына сұрақ жазылады. Сұрақ жазылады, оның жанына осы сұрақтың жауабы жазылады. Мына жақта да дәл солай, міне 9-ға дейін толық мына жақтардың сұрағын мына жақтарға жауабын жазып шығасыздар. Одан кейін бұны міне экспорт to PDF дейді, PDF күйінде сақтап аламыз. Осыны басасыздар, түгел жазып болғаннан кейін ашқаннан кейін мінекей, мында біздің жоғары жағында сұрағымыз тұрады, төменгі жағында жауабынан жеке-жеке қиып алып, оқушыға ұсынасыздар. Оқушы сұрағын, оның жауабын рет-ретімен осылай үшбұрышты құрап шығу керек. Өте бір пайдалы, балаларға әрі қызықты тапсырма. Осындай әдіс. Мінекей, мыналарды да дәл осылай шығарып береді. Назарларыңызға рахмет. Каналға міндетті түрде жазылыңыздар. Тегін пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.